Қайырлы күн баршаңызға. Сіздермен Сандыгүл. Бүгін сіздерге үй жағдайында сүзбе қосылған булочканы рецептін бөлісетін боламын. Жасау жолы өте оңай және де жұмсақ, өте дәмді болып шығады. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Ең алдымен менің каналыма тіркеліп, видеоны соңына дейін толық қараңыздар. Бізге керекті ыдысымызға бір жұмыртқамызды саламыз. Бір жұмыртқамызды салып, үстіне бір кесе шекерімізді салып, жақсылап барлығын араластыратын боламыз. Жақсылап араластыру кезінде бізде осындай сарғыштау масса пайда болу керек, яғни шекеріміз барлығы толық араласу керек. Жақсылап араластырғаннан үстіне осындай бір қасықпен, кішкене шай қасықпен тұз және де шай қасықпен осылай дұрыс саламыз. Дұрыс кішкене молырақ саламыз. Мен және де тәтті дәм болу үшін ванилин қостым. Ванилин қоспасаңыздар да болады. Өз қалауларыңыз бойынша. Ендігі кезекте кішкене жылы сүтімізді үстінен құйып жібереміз. Жылы сүтіміз бізде 300 грамм болады. Және де бір кесе сұйық майымызды қосып, тағы да жақсылап барлығын толық ерігенше араластыратын боламыз. Араластырып болғаннан кейін 400 грамм ұн керек болады. Сол 400 грамм 200 грамм осылай ыдысқа салып қолмен араластырып алдым. Қалған 200 граммды осылай қамырын еледім. Яғни бізде қамырымызды елейміз. Қамырымыз бізде кішкене қолға жабысатындай болу керек. Одан кейін үстіне сұйық майымызды қосып, тағы да араластырып, бетін жауып, 1 сағаттың көлеміне қоятын боламыз. Ендігі кезекте начинкасын дайындайтын боламыз. Ішіне бізде 300 грамм сүзбе және де бір кесе шекер және де бір жұмыртқамыз қосып, мен осылай блендердің көмегімен осылай араластырып алдым. Немесе қасықпен де араластырсаңыздар да болады. Ендігі кезекте қамырларымызды осылай мен кішкентай бөліктерге бөліп алдым. Бөліп алғаннан кейін дәл видеодадай формасын жасасаңыздар болады. Барлығын жасап болғаннан кейін үстіне осындай жұмыртқамызды жағып, қызып тұрған пеште 180 градус температурада 30-25 минуттай пісіріп аласыздар. Яғни беті қызарғаннан кейін уже алып қолдана берсеңіздер болады. Әркімнің пеші әртүрлі болғандықтан әртүрлі болып піседі. Менде 25 қана минут пісті. Міне көріп тұрғаныңыздай осындай жұмсақ болып шығады. Дәмі енді сочный болып шығады. Ата-аналарыңызға, отбасыңызға міндетті түрде ұнайды. Шаймен жегенде өте дәмді, тәтті болып шығады. Рахмет видеоның соңына дейін көргендеріңізге. Сау болыңыздар.